Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Алдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Бүгін біз үй жағдайында донер әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге лаваш, қызанақ, қияр, пісірілген тауық еті, картофель пай, майонез және кетчуп қажет болады. Алдымен қызанақты видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап турап аламыз. Келесі кезекте ұзыншалап видеода көрсетілгендей қиярды да турап шығамыз. 4 донер үшін маған 1 қияр мен 1 қызанақ жеткілікті болды. Тауық етінде 4 бұрыштап турап аламыз. Ал картофель пайдың дайындалу әдісі арнада бар. Сілтемені төменге қалдырамын. Енді лавашқа кетчупты және майонезді жағып шығамыз да қиярды, қызанақты, картофель пайды және тауық етін кезектестіріп саламыз. Осылай барлығын салып шыққаннан кейін лавашты видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп ораймыз. Дайын болған донерді алдын ала қызып тұрған мультипекарьға салып, екі жағынан қызарғанша қуырып алдым. Табада да қуыра беруге болады. Донерді осылай үй жағдайында дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп алыңыз.